Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз мәтіндегі иллюстрациялар. Бүгін сабақта үйренетініміз мәтіндік редакторда суреттерді енгізіп, реттеуді үйренеміз. Балалар, қандай мультфильмді ұнатасыздар? Мына суретте берілген танымал мультфильмдердің қалай аталатынын білесіздер ме? Осы мультфильмдер туралы ойларыңызды айтыңыздаршы. Кітап, журнал, газет оқығанда ондағы сурет, фотосурет пен схемаларға назар аударамыз. Иллюстрация мәтінмен бірге берілетін сурет, фотосурет және схема. Иллюстрация мәтіннің мазмұнын түсінуге көмектесіп, кейіпкерлер мен оқиғаларды нақтырақ бейнелеуге мүмкіндік береді. Word редакторында мәтінге иллюстрация енгізу үшін кірістіру, иллюстрация бөлімін пайдаланамыз. Иллюстрация бөлімінде құжатқа кірістіретін суреттер, фигуралар, тағы басқалар орналасқан. Құжатқа кірістірген суретті тінтуірмен шертсек, мәзірде суретпен жұмыс, пішім бөлімі пайда болады. Өзгерту бөлімінде суреттің түсін, қанықтығын өзгертіп, көркемдеуге болады. Балалар, суреттің шекарасын мұнда 4-ші А суреттегідей қалыңдату үшін сурет шекарасы батырмасын басамыз. Ал суретке 4-ші А суреттегідей жақтау қою үшін суреттер стилі батырмасын қолданамыз. Ал суретке 4-ші Б суреттегідей әсер беру үшін суретке арналған әсерлер, жарықтандыру командаларын орындап батырманы басамыз. Суретті мәтінмен қоршауға болады, балалар. Сурет мәтінге кірістірілгенде, көп жағдайда суреттің екі жағы бос қалады. Мәтінде бос орын көп болмау үшін суреттің жан-жағын мәтінмен қоршауға болады. Мысалы, кірістіретін суретті мәтіннің оң жақ бұрышына, дәл ортасына, тағы басқа орны батырмасымен орналастыруға болады. Суретті мәтінмен қоршау үшін мәзірден беттерді белгілеу, реттеу, мәтінмен қоршау командаларын қолданамыз. Мына тапсырманы орындайық. Мына суреттегі иллюстрациясы бар мәтіннің бөлігіне қарап, төмендегі тапсырма мен сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші, суреттегі пішіндерді анықтаңдар. Екінші, суретті мәтінмен қоршаудың қандай түрі қолданылған? Алдыңғы 5-ші суретті пайдаланып. Үшінші, мәтінде қолданылған шрифт пен абзацты анықтаңдар. Келесі тапсырма. Суретті мәтінмен қоршаудың 8 түрі берілген. Мына суретте. Суретті пайдаланып, мәтінмен қоршау түрлерін жазбаша сипатта. Мысалы, бірінші түрін бұлай сипаттап жазуға болады. Сурет құжаттың сол жақ жоғарғы бұрышында орналасып, мәтінмен қоршалған. Қалғанын өздеріңіз орындаңыздар. Балалар, ойланайық. Мәтінде иллюстрация не үшін қолданылады? Мысал келтіреміз. Суреттің шекарасын қалай қалыңдатуға болады? Орны мен мәтінмен қоршау батырмалары не үшін қолданылады? Қандай айырмашылықтары бар? Келесі тапсырма. Word редакторында мәтінге иллюстрацияны қалай енгіземіз? Мына суреттерді сәйкестендіреміз. Суретті керекті аймаққа орналастыру керек. Балалар, бүгінгі сабақты смайлик арқылы қорытындылаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.